Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Нұрия өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, әрі жылдам дайын болатын асқабақ қосылған самсаның рецептін ұсынатын боламын. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қолжетімді рецептерді ұсынатын боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін алдымен ұнымызды илеуіштен өткізіп аламыз. Үстіне тұзымызды, қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, қолымызбен ұн мен сары майды жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Крошкамыз дайын болған кезде үстіне жұмыртқамызды саламыз. Және қаймақты қосып, қасықпен араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қылып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, керемет қамыр болып шығады. Енді дайын болған қамырды 30 минутқа салафанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Ал оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін алдымен асқабақты жақсылап теркадан өткіземіз. Қолмен турасаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Үстіне пиязды саламыз. Содан соң дәміне қарай тұз, қарабұрыш салып, сұйық май құйып, зыра қоссаңыздар да болады. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Біздің мінекей начинкамыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды алып, теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Кез келген формада, қалаған формаларыңызда бөліп алып, кесіп жасай берсеңіздер болады. Енді осылай видеодағыдай барлығын домалақ қылып аламыз. Енді шетінен алып, қамырымызды оқтаудың көмегімен кішкене ұн сеуіп, жайып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қылып қамырымызды жаямыз. Содан соң вилканың көмегімен видеодағыдай формаларды жасап аламыз. Қиын болып көрінгенмен өте оңай. Содан соң пышақпен кесіп, видеодағыдай шет-шетін түйіп шығамыз. Енді арғы бетіне аударып, ішіне арасына начинкамызды салып, видеодағыдай жақсылап түйіп ораймыз. Мінекей бізде осындай әдемі формадағы самсаларымыз дайын болды. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңызша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен күнжітті сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз әп-әдемі, осылай сап-сары, әдемі формада дайын болады. Видео толықтай қарағандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болатын самса. Үйдегілерге қатты ұнады. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Ас болсын. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.